Мен нағыз ойынға арналған телефон таптым. Бастысы бағасы қымбат емес. Infinix GT 30 Pro. Ойынды жайлықпен ойнасын деп магнитті қаппен кулерді телефонмен бірге жүреді және бірге олар Full FPS жүйесін жасайды. Соның арқасында күні бойы ойын кезінде тұрақты FPS-ті қамтамасыз етеді. Бұл мен үшін үлкен артықшылық. Дизайннан көрініп тұрған жер ойынға арналған екендігі. Оның үстіне ойын кезінде хабарласқанда телефонды ерекшеленіп тұратын мынандай жарықтар жанады. Яғни ойынды тереңірек сезінуге мүмкіндік береді. Тестілеу үшін танымал ойындардың бірі PUBG-ді ойнадым. Байқағаным телефонмен 2 сағат ойнағанда да қатты қызған жоқ. Және аналогы жоқ GT триггерлер бар. Оны көздеу үшін ату үшін қолдансаң болады. Яғни ойынды ойнау ыңғайлы болу үшін. Ал енді бұл телефонда MediaTek Dimensity 8350 Ultimate процессор орналасқан және 24 гигабайттық жедел жадысы бар. Сол себепті көп қосымшаларды ашып жұмыс жасағанда да қату байқалмады. Экранында зор, нағыз геймерлерге арналған AMOLED жиілігі 144 Гц. Бір қызығы қолың ылғал болса да экраны жұмыс жасай береді. Тағы несімен таңғалдырды? Әрине жасанды интеллектпен ойын кезінде өз даусыңды өзгертуге болады. Тіпті жасанды интеллектпен телефонның ойын кезіндегі жағдайын бақылай аласың. Мысалы, хабарландыру, өшіріп таста, FPS, температура, салқындатудың бәрін бақылай аласың. Ал бағасы 219.990 теңге. Қалай бағасын лайықпа, комментария жаздыр және видеоны міндетті түрде геймер достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Рахмет баршаңызға.